Сахна төріне танымал айтыскер ақындар Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовты шақырамыз. Bismillah деп сөз бастап алам бірден, даңғылға түсейін деп бабам жүрген. Армысың ақ жаулықты әжелерім шалдарының шалбарын жамап жүрген. Ассалаумағалейкум аталарым жамамаса кемпірін сабап жүрген. Ең соңғы пайғамбарға шын ниетпен салауат айта келдік халал жырмен. Жәннаттан бірте-бірте алыстайды адам, егер тығыз болмаса адам дінмен. Сәлемменен бастайын сөздің басын, талғампаз ел қауышса табан дұлмен. Армысың мұсылман жұрт намаздан соң 99 тасбиғын санап жүрген ай. Мұсылман таптатпайды ар намысын, өйткен оның иманы қорғанышын. Бақыт іздеп сабылған адам көрсем, көңілім жасырмайды таңданысын. Біреулер бақыттымыз деп ойлайды, мұхит асып шетелге барған үшін. Біреулер бақыттымыз деп ойлайды, ағайыннан ат шапан алған үшін. Мүминдердің бақыты мүлде бөлек, шүбәсіз мойындайтын Алла күшін. Мұсылман жамағат біз бақыттымыз, Мұхаммедтің үмбеті болған үшін ай. Ақыннан күткен болса халық бір ой, талабын шайырларда танытты ғой. Әзілменен айтысты өрбітейік, жіберіп сахнада шабытты ғой. Ассалаумағалейкум Мұхтар ақын, сүлей емес сырдағы анық дүлей. Тапал бойға тақияң жараса кеп, жап-жақсы жарасымын тауыпты ғой. Бойынан сақал ұзын жігітедің бір шамасын қайшылап алыпты ғой. Сапардағы адамның намазындай сақалыңда қысқарып қалыпты ғой ай. Тілінен төгілетін алуан бал, ағайын Жандарбектің жанынан қар. Келе салып жармастың сақалыма, бұл нәрседен бармады әрі балдар. Исламның сәні ғой біз секілді, тырнақшағың ішіндегі кәрі балдар. Тақия киіп алсам таз емеспін, мұсылмандық сипаттан табылам дәл. Күн ұзарып сақалым қысқарып ед. Жандарбек бұл адамның бәрін алдар. Өзіңнің тірлігіңмен айналыссай, біреудің бетінде не шаруаң бар. Сенсізде толып жатыр бұл қоғамда, сақалмен күресетін балуандар айқай ақыл. Бісміллә нәсіп етсе сайрауды Аллам, жонынан су төкпейді айдау жорғаң. Қазағым қарсы алдына ақын келсе,
кем емес алақанға ай қонғаннан. Ассалаумағалейкум Алматы елі, жағаңды көріп тұрмыз жайлау болған. Шолаққа 5000 адам жиналыпты, ішің неткен кеңеді қайран балуан. Сүннетті сүйегіме сіңірем деп, қануға келдіңдер ме қайнарлардан. Адамзат бұл не үшін жаралды деп, талайлардың азмия айран болған. Адам мен жын жаралған құлшылыққа, сұрасаң да осындай қаймолдаңнан. Сондықтан біздер үшін басқа мал жоқ, Алланың пәк дініне сай болғаннан. Айтыс болса тұрушек үміттеніп, ат мініп қанжығамыз майланғаннан. Үмметке үлгі болған осы жолы, ештеңе аянбаймыз пайғамбардан. Бірақ дұға жасар деп үміттіміз, Аллаға алақанын жайғандардан. Мүміндердің дұғасы 1000 есе артық, тақымыңды толтырып бәйге алғаннан. Айқай ақыл, ай. Мұсылман көтермейді мүлдем кеуде, не жетсін тақуа боп күн көргенге. Айнал ендеше, ағымнан жарлайын бір келгенде. Тоққа түскен адамдай көп адамдар, денесі дір етеді дін көргенде. Атадынды ата жау қылып алып, тығуға дайын жүреді бірден көрге. Ақыретте аяғанда дін ұстану, шоқыстаудан қиын дейді білгендерде. Иншалла 1000 сауапқа кенелсінші, осында сауап үшін кіргендерде. Алланың разылығын аламын деп, алақанға шоқыстап жүргендерде. Айқай ақыл, атанаң дегеннен соң белді бекіт, үйленіп бір асудан келдің өтіп. Жандарбек жан жарыңыз құтты болсын, алыпсың екі көзін мөлдір етіп. Қасыңдағы ағаңа бас саласың, жақсылап айтысуға енді бекіп. Бірақ саған менің ішім жылымай тұр, ап мына бала қай жақтан келді жетіп. Елдің бәрі елдікке бұрылуда, дініне киімімен белгілетіп. Кергетіп кеп тұрған сен ғанасың, кеңестің қызыл туын желбіретіп. Айқай ақыл, ай. Сенен де төгіліп тұр алуан бал, ағайым бұл мұхтардың жанын аңғар. Мойныңа қызыл мата байладың деп, жанымды оттай сөзбен қарымаңдар. Орамал таққан қызға тиісушеді, батысты құдайындай танығандар. Кеудемдегі матаны сөз қылмашы, тағы да бітіретін шаруаң бар. Сенсіз де жетіп жатыр бұл заманда, матамен күресетін балуандар. Мойындап шариғаттың міндеттерін, көрсеттім ұлы дінге құрметкерім. Ертүйленіп алдың деп Жандарбекке жарамас бос сөзбенен құр кеткенің. Ұлы Абай 15-інде күйеу болып көп көрген қайын жұрттың құрметтерін. 16-да сол Абай Ақылбайға әке болып жалғатқан жыр мектебін. 20-да үйлендірмей бұл үніңді басына бір бәлені ілмек бедің. Орда бұзар 30-ға келгеніңде қу тізеңді құшақтап жүр деп бедің.
Үмбеттің көптігімен мақтанам деп пайғамбардың айтқанын білмеп бедің. Көсегем ақыретте көгермей ме, көбейтсем Мұхаммедтің үмбеттерін ай. Алланың тоқтатпаса ұлық күші, күнәні де істейді күліп кісі. Имансыздар исламда игідінді, келеді осы бастан іріткісі. Ару қыздар жаулығын таға қалса, атананың болады сынық түсі. Жарылыс бола қалса, бір жерлерде намазхандар болады күдіктісі. Мен бірақта айтарым ағайынға, Құранға азаймасын құлықтысы. Исламды бір адаммен өлшемесін, шариғатты келгендер шынық құсы. 1000 адамға зиянын тигізеді бір адамның жасаған бүліктісі. Кейде құмалағына бір түйенің байқамай тайып құлар 40 кісі. Қойған соң ақындарға мінбе беріп, елдің сөзін сөйлейік тілге келіп. Шіркін-ай діни канал ашылса деп, бір кездері армандап жүрген едік. Мұсылман жамағаттың дұғасымен бір арнаны аштық қой бірдеңе қып. Асыларына ашылып, көз ашылып, қонғандай болып еді іргеме құт. Оның өзін жамандап, дымын қоймай, сыртынан ғайбат сөйлеп тілдеп едік. Ал енді адамдарды азғыратын хиттивиді жатамыз күнде көріп. Батыстың жын ойнағын көрсетсе де біреуміз бар оған дым демедік. Жақсы менен жаманды айыра алмай тура жолдан таямыз мүлдене қып. Дін үшін терін төккен ерлеріңнің сыртынан ғайбат сөйлеп тілдемелік. Жаратқан кешіруші рахымды, біз бірақ тәубе жасап үлгерелік. Фирдаус жәннатта Алла нәсіп етсін, иншалла барша қазақ дінге келіп ай. Ой бәрекелді. Жүрсін ерман ағаларың қастарыңда жоқ екен деп, ертеден салсаң кешке, еңістен салсаң төске сайрай бермеңдер. Нақтылап, тұздап айтыңдар. Жүрсінден мен кем емесін тоқтатуға шамам келеді. Ақына сау келет деп ат тебеген, тура жолдан таядау әттен өлең. Меніңше негізінде бұл тұрып алып шауып баратқан аттарға шап демеген. Жандарбек айтқаныңа келісемін, жеткен сөзді айттың ғой тап көнеден. Құранның сөзін айтпай нен айтамыз, айтылды талай әттегенең. Құранды ашып қарасаң біздерге Алла бір-біріңе айыпты тақ демеген. Некесіз бір-біріңді қолтықтап ап, жылы жер тауып алып жат демеген. Топ-топқа бөлініп ап, жыландай боп, ғайбатпен бір-біріңді шақ демеген. Осыларды тиятын хақ Құранды пайғамбар ермек үшін ап кемеген. Иншалла таухидпенен жетсек екен, ақырет арғы бетке ақ кемемен. Амалы түзу елдің аспан ашық, Алла нұрын құяды қақ төбеден айқай ақыл. Күнә деген тірліктің түндік еді, тіндік ташсаң төбеңнен күн күледі. Бір Алладан басқаға бойырмаса, мұсылманның болмайды мұңды реңі. Барша адамзаттарға үлгіледі Мұхаммед пайғамбардың нұрлы жолы. Көктемде бір жаратын бәйшешектей, жастардың бұзылғаны шындық еді. Қыздары орамалын таққан кезде әкесі мен шешесі дүрлік еді. Осы бастан имансыз болып өссе, олар ертең көп нәрсе білдіреді. Адамның жүрегі де құмыра ғой, ішіне діңгірмесе жыңғыреді айқай ақыл.
өзіңді ұшырған дел, ажыратып қалмассың құсыңнан қол. Жандарбек айналайын тілегім бар, ағаң ем ақ жүрекпен ұсынған қол. Ақтық теміңде жеткенше мекен болсын, Алланың бар харамын ысырған жер. Мәңдайыңа сәжденің мөрі түскен, жәннатқа лайықты мұсылман болай қаяқы. Бәрекел, бір қайырыңдар енді, жақсы, ұтымды, бір қайырыңдар. Ау жарамас жамағатқа дінді сұнбай, жүректен Алла деген жырды ұшырмай. Тұңғышбай ағам қысқа айт деп жатыр, ал сен ұзақ сөйлейсің бір қысылмай. Жарты сағат сөйледің жалғыз өзің Тұңғышбай ағамыздың тұңғышындай. Қасымдағы ағама жақпайыңғыр, керісінше жеткізіп мақтайыңгіл. Тақияң бар, сақалың, шапаның бар, қолыңда қос сүйекті тақтайың тұр. Бас мүфтиге ұсыныс айтайыншы, қалайша екі ортадан таппайын тіл. Ағайын мұны отырған мұхтарыңды қызметке беретін сәтті айын тұр. Домбыранап қолына таяқ берсең, өкіл имам болуға даптайын тұр. Мен сірә бола алмаспын өкіл имам, жүректе жаққан менен отын иман. Бірақ Алла қаласа ақын түгіл, бірақ күнде болмайма попың иман. Біздерге иман болу оңай емес, бүтін болса болды ғой ақыл иман. Одан да Мұхаммеджан ағам құсап, уағыз айтып жүрейін соты мидан айқаяқы.